Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер, сіздермен Сако KZ арнасы. Достар, бүгінгі видеода мен сіздерге бір подписчигім сұрау бойынша телефонмен қалай YouTube каналға шапка жасайды, соны айтатын боламыз. Достар, мен мінекей қазір көрсетемін сіздерге қандай шапка жасағанымды. Мен мінекей мынандай шапка жасадым. Осындай шапканы қалай жасайды, сол жайлы айтатын боламыз. Мен негізі пиксартпен жасап көрдім мінекей мынандай шапкаларды, бірақ та ол YouTube'тың форматына сәйкес келмейді. Достар, ол үшін біз ең бірінші Google'ға кіріп, фон для YouTube шапка деймісіз бе, білмеймін. Сондай фон скачать етіп аласыз, яғни YouTube шапкаңызға. Мен мекемені скачать еттім, өзіме ыңғайлы, немесе өзіңіз Adobe Photoshop'ке салтымен жасап алыңыз. Ал енді осыны алғаннан кейін бізге Pixel Lab деген программа керек. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай. Достар, сіздер Pixel Lab'ты Play Market'тен жүктей аласыздар, ол Play Market'те бар. Енді біз Pixel Lab'ға кірейік. Сіздерде Pixel Lab'ға кіргеннен кейін осындай меню пайда болады. Осындай меню пайда болғаннан кейін осылай тексттарды қарайсыз, өзіңізге ұнаған текстті аласыз. Әртүрлі шрифттағы тексттер бар, мынандай тексттер бар, мынандайлар бар. Мен бірақта трейдін таңдаймын. Трейді прозрачныйда әлі өте керемет. Осыны таңдаймын. Мына жерде ручканың суреті тұр. Сол ручканың суретіне басамын. Басқаннан кейін тағыдан ручканың суретіне басам. New текстқа өзіміздің каналымыздың атын жазамыз. Сако KZ. Жазғаннан кейін окейді басамыз. Мінекей біздің текстіміз пайда болды. Енді мында әкеліп, мінекей мында қазір дегенге әкелесіздер. Тұр. Мен де өзім енді үйреніп кеттім. Жаңағы дегенге емес, бір төртбұрышқа кіреміз. Емнеде транспарент деген бар, яғни прозрачный. Соған қоясыздар. Қойғаннан кейін мына жақта From Gallery деген бар. Соны басамыз. Соны басқаннан кейін біздің мінекей өзіміздің фонымыз тауып аламыз. Міне тұр біздің фонымыз. Мына жерде 16:9 деген таңдаймыз. И галочка. Қойғаннан кейін мына жерде crop MX деген бар, соған басамыз. Басқаннан кейін мына жерде preset custom деп тұрады. Бұны YouTube channel banner дегенге апарамыз. И окей дейміз, өзі автоматически YouTube форматына келеді. Мына қысқартып, кішірейтіп, өзіңіздің каналыңыздың атын осылай жазып қоясыз. Мінекей жазып қояйын мен қазір. Мінекей осылай ыңғайлы. Осылай жазып қоясыз, және де мына жердегі какой-то флешка сияқты бар. Соған басасыз. Мына жерде save as image дегенде басасыз. Басқаннан кейін мына жерде save to gallery деп тұрады. Соған басасыз. Мына жерде форматты өзгертпеңіз, яғни YouTube форматында 2560-та 1440. Енді бізде загрузка болады, сохранить етілді. Енді мына жерде реклама шығады. Спасибо, бассайыз. Ал енді достар, бұл енді біздің YouTube форматымызға сәйкес келетін болады. Обязательно сәйкес келеді. Бұл мен бұны өзім официально тексерген болатын. Бұл келеді, достар. Енді мен тексермей қойын, себебі менде интернет өте слабый, ақырын, скорость жоқ. Сондықтан да видеоңызды лайк басып, каналға тіркеліңіздер. Қош, сау болыңыздар.